Құрметті жігіттер, мінекей тоқтамызды сойдық, қанекей түсіндіріп өтейін, бері қарай келіңіз. Мынау қолы, екі қол, қолы, төсі, төс, қабырға, сүбе қабырға. Мына жер сүбе қабырға. Жамбас, құйрық кетеді, бел омыртқа және мойын болады. Енді мына бағана бағана алмағам, шыбығын алуды көрсетейін ендігі. Шыбықты қалай аламыз? Шыбық, мінекей шыбық шығып тұр. Осы шыбықты аламыз да түбінен тілеміз. Мінекей көріп тұрсыздар? Шыбықты түбінен тіліп, бірақ тамырымен бірақ алып тастаймыз ғой. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей жамбасын түбінен алып тастаймыз. Міне, шыбық дегеніміз осы. Бұны алып тастадық. Жеке қойдық. Ендігі мәселе, қолын аламыз. Қолын қалай аламыз? Қолын мінекей кереміз. Төспен қолын ортасын бөлеміз. Бисмилла. Көріп тұрғандарыңыздай өзімен өз оңай бөлінеді. Өйткені жілік болғаннан кейін бұл оңай бөлінеді. Қолдың мұн жерде жауырыны бар, жауырынның шеміршегі болады. Сол шеміршегін кеспей жауырынмен аламыз. Мінекей. Бірақ қолдың мына жерінде жауырынның үш жағында без болады. Міне бір без. Бұны аламыз. Міндетті түрде. Безін аламыз. Мінекей көрініп тұрады. Барлық нәрсе ешқандай қиындығы жоқ. Оп-оңай безді аккуратно асықпай алып тастаймыз. Мінекей без. Безді қалай бөлуге болады? Ортасы мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жеуге болмайды. Дұрыс емес нәрсе. Бұл қол. Бірінші қолды алдық. Пышағымызды әрқашанда жанып отырыңыздар. Пышақ қайрауды тағы да түсіндіріп өтем сіздерге толығымен. Бұның аты мусат деп айтылады. Бұл пышақта өткірлігін керемет қылады. Лезві дейді ғой. Ұстарадай қылады. Келесі қолын аламыз. Келесі қолын дәл солай. Бір қолын көтереміз. Көтерілгенде еті ажырайды кішкене кеудесінен. Кеуден төс жағынан ажырайды. Бисмилла деп кесіп аламыз. Мына жерде жауырынның шеміршегі бар, оны кесіп алмаймыз. Сонымен аккуратно. Қабырғаға тақап иә. Мына кеудеде мына ет қалу керек, төстің еті қалу керек, мына жердегі ет. Мына бірақ бүйтіп алып жүруге болмайды. Бұның да мінекей бұл жерінде безі бар. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бұл қолтық асты без дейді. Бұл адамда да болады, жануарда да болады. Алла тағала керемет шебері ғой. Жаратқан. Мінекей без. Ортасы. Без бірден белгілі. Мінекей екінші қолымыз. Келесі енді аламыз біз. Төсін аламыз бірінші. Төсті қалай аламыз? Төсті жамбастан, жамбас жақтан етінен бастап аламыз. Жамбас еттен бастап. Жамбас еті мына жақта қалады. Мынау қарынның іштің еті ғой. Іштің етін аламыз. Іш жағынан қарасаңыздар көрініп тұр. Іш жағынан қарасаңыздар. Мінекей шеміршектен, мына шеміршектен үстінен алынады. Қазір алға көрсетем, міне. Сіздерге оңай болу үшін мінекей қабырғаның үстімен шеміршекпен аламыз. Бұлай да аударып қойсақ болады. Сыртынан тілсеңіздер де болады. Қазір келесі жағын көрсеткенде оңай болады. Бұл қабырғасы алынды. Мінекей ішінен қараңыз. Мына қабырғалар қосылған жер төспен бірге шеміршектерден кесеміз. Сол кезде әдемі кесіледі. Дұрыс болады. Іш жағынан кесеміз. Әр нәрсені жік-жігімен бөлетін болсаңыз өте әдемі, әрі асқан кезде де, қонақтар келсе де, жамбас қып тартсаңыз өте ыңғайлы болады. Үлкен кісілерге әсіресе
сыйлы қонақтар келген кезде ұятқа қалмас үшін әрбір жігітке сын болатын нәрсе ғой бұл дегеніміз. Мінекей, мына жамбастың қуық жағынан бастап аламыз, етін аламыз, үш жағынан, иә? Ұшынан алдық. Төсті кесіп аламыз. Мінекей жігіттер, нағыз еркектер, болашақ қасапшылар иншалла. Төсімізді алып алдық. Төсті жеке қоямыз, иә? Қазір бұның барлығын етімен, төс етімен болады. Қазір артынан бұзамыз, бұзылдық көрсетіп. Бірінші жілік бөлшектеп алайық. Келесі кезекте бізде қабырғаны аламыз. Қабырғаны қалай аламыз дейсіздер ғой? Бір нәрсені айта кетейін. Міне ішінде, жамбастың ішінде бел омыртқаның безі болады. Осы безді және алу керек. Бұл безді қалай аламыз? Мына жақта күре тамыры бар. Көріп тұрсыздар ма? Міне күре тамыр. Осы тамырымен бірге аламыз. Бұл да желінбейді. Міндетті түрде бұл нәрселердің барлығын алу керек. Өйткені адамға зиянды, күмәнді тамақ болып есептеледі. Неке ақырын алсаңыздар, өзімен өзі безі жеке болады. Көріп тұрғандар деп, мұнда қоямыз. Бездердің бәрін жеке қойды. Енді қабырғаны аламыз, иә? Қабырғаны қалай аламыз дейсіздер ғой? Жамбасының түбінен, жамбас жақтап, мына жерде етінен бастап аламыз. Бисмилла. Мінекей, осы жерден бастап кесіп алдық. Бұл бізде почка жақ қой, мына жерде почка тұрады, бүйрек. Бүйрек жағынан кесіп алдық. Сосын келесі тіліп алдық, ыңғайлап өзімізге. Сосын бисмилла деп жүргізе берсеңіз, өзі кете береді. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай. Кеудесін бөлеміз. Мына жерде 7 қабырға дейді. Bir жағында 13, бір жағында 12 қабырға болады. Кішкене күшті талап етеді, енді ер жігіттерде күш бар ғой әрине. Мінекей қабырғамыз. Қабырға осылай болып шығу керек. Қабырғасы. Енді келесі қабырғасын алайық. Келесі қабырғасын дәл солайынан жамбасының түбінен бастап аламыз. Бірақ та мына жерде бел омыртқаға да ет қалдыру керек. Қатты бір тақырлап алмайсыз, кішкене аласыз. Осылай келіп, бір мына жерден тесіп алса болады, ыңғайлап ұстау үшін. Бұрып алдық және кеттік тағы да. Мына жерде міне көрдіңіздер ме, мынау шығып жатыр ғой. Мынау сүйектің ұшы кесіліп кетеді, ол өзі жұмсақ ет болғандықтан. Жұмсақ сүйек болғандықтан. Мінекей, екінші қабырғасы. Қабырға дегеніміз осындай болады. Мінекей. Мына қабырғаның бас жағында да жетім мойынға жақын жерінде тоже бездер болады, жаман еттер. Соны кесіп алсақ болады. Мінекей, мына жерде бездер бар. Бұл енді жеуге жарамсыз ет. Бұл да қабырғамызда дайын. Келесі кезекте ендігі бізде мойын. Мойынды қайтып аламыз. Бізде мойын, міне келген. Мойын 7 бөлшектен тұрады. Оның түйіскен жері, міне қайырылған жері. Оны бұлай көрсек те болады. Мінекей, өз көрсетіліп тұр. Көрініп тұр. Бұны бұл бүгілген жерінен алып, үзу кессеңіз, және бір кішкене күш салсаңыз, жеткілікті. Жілігіне түстік. Көріп тұрсыздар ғой, міне. Жілікке түстік, мойынның ұшы. Мойнымызда дайын. Келесі енді омыртқа. Бұл омыртқаны бар ғой. Жігіттер қалай болады? Бұны бірден
осы тұрған бетінде бұзылып кеткен дұрыс болады, өйткені жеке алып алсаңыз ыңғайсыз болады. Сондықтан да мен сіздерге кеңес беремін, бірден сразу бұзуға, екіден. Мынау бел омыртқа, мынау бел омыртқа, мынау самолет дейді ғой, біреу самолет болады, біреу бел омыртқа. Екеуінің айырмашылығы, біреуінде екі қанат болады, қазір көрсетемін. Ал мынада бір-ақ қанат болады, бір қанатта. Екеуі де омыртқа. Ал енді кеттік, екіден бастайық, Бисмилля. Омыртқалардың басында мына жерін ұстап сипасаңыз белгілі өзі көрініп тұр. Міне мына жерде не көрініп тұр, жіктері қосылған жері не көріп тұрсыздар ма? Қосылған жері. Екіден бөлгеніміз жақсы болады. Тамақ істесе де, әйелдеріңіз, жұбайларыңыз, қарындас, әпкелеріңіз тамақ істегенде де оңай болады. Және бұл бір жаққа ғана қайырылып тұрады. Bir қанатта деп айттық қой және. Сондықтан бұлай қарасаңыздар, ішке қарай қайырылған болады. Қазір сіздерге көрсетемін. Неке көрдіңіздер ме? Неке осылай қайырылған болады. Кішкене қиғаштау болады бел омыртқасы. Келесін кеттік. Біреуін тауып алсаңыз, қалғандары оңай болады. Мінекей екеу кетті. Үшіншісін. Қолмен қатты қайырса сынып кетеді. Сондықтан аккуратына асықпай шығарған дұрыс болады. Кейбіреулер бұны балтамен шауып тастайды, ол енді дұрыс емес енді. Өйткені үлкен кісілер көрсе оны, бізде мені атам, апам ондайды көретін болса, басымнан оқтаумен бір қояды. Сондықтан да сіздердікін білмеймін енді, өйткені бұл ер жігітке сын болады бұны. Бұлай істей алмаған жігіт бұл. Айтады ғой қазақ атамыз, қойды жіліктей алмаған өмірінде жіліктей алмайды дейді. Сондықтан да нағыз ер азаматтар қойды жіліктеп, жілігін шағып, майын жеу керек қой. Түбіне қарай кішірейе береді омыртқалар. Түбіне жақындаған сайын кішірейеді. Көріп тұрсыздар, кішірейіп келе жатыр. Мынау енді соңғы бір қанатты омыртқалардікі бітеді. Келесі екі қанаттылар басталады. Қазір бір-екі омыртқадан кейін. Мінекей қолмен оп-оңай. Қой деген ең оңайы ғой. Мына жерді сипасаңыз, мінекей өз жұлынынан түсесіз, жігінен түсесіз. Сосын жігінен бастап кесе бересіз. Көрдіңіздер ме? Екі қанатты деп басталды. Екі қанаты басталды ғой. Мыналар бір қанатты дейді. Мына жағында міне осы қанатын ғана. Ал мына жақта екі қанат. Сол үшін де самолет деп айтады. Бұрынғы аталарымыз білмеймін не деп айтқан, самолет деп айтты ма екен, айтпады ма екен. Бұрынғы кезден самолет. Бел омыртқа деп айтқан шығар. Өйткені бұны өте қадірлі қонақтарға береді. Құдағиларға ең жұмсақ жер, тәтті жер, дәмді жер. Қазақ әрқашан өзінің асын, дәмді асын әрқашан қонағына сыйлаған ғой. Жақсылықты. Алыстан бір қонақ келсе, қорасындағы жалғыз бәйге атын сойып берген қазақтар жомарт болған ғой.
нағыз ер жігіттің бойында болу керек қасиеттер деп ойлаймын мен өз басым. Бірі келісер, бірі келіспес. Ұлт боламыз десек, ел боламыз десек, әркім өз-өзінен бастаған дұрыс шығар. Сол үшін де үйленген жігіттерге айтарымыз, әйелдеріңізбен бақытты, баянды, еркек деген үйдің отағасы болу керек, оттың ағасы болу керек. Сол үшін де кеттік, онда біз көп әңгіме айтпай, шіріттейік. Мінекей, самолеттар шығып жатыр. Бұл жерде соңғысын шығарайық. Иншалла, бұйырса, сонымен бітеді. Омыртқалар ма? 23 болады. Бел омыртқа 7 болады. 1, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одан ары қарай, көріп тұрғандарыңыздай мында ұзын омыртқалар. Мында 2-2-ден 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 болады. Мұн жақта 7, сонымен 20. Екеуі, үшеуі подарок сіздерге. Соңғы омыртқасы. Сондықтан бұл өте мықты болады. Күштің бәрі осы жерге түскендіктен, жамбастың ұшында ғой өйткені. Күштің, ауырдың бәрі осы жерге түседі. Сондықтан бұны қалай аламыз десек, кез келген темірді болсын, осындай ағашыңыз болсын, салып басып жерсеңіз болады. Лайфхак сіздерге. Сонымен бұл мез қолымызда шықты. Мінекей, омыртқамыз осы. Бұны бірден жіліктеп кеттік. Неге десеңіз, өйткені сойғаннан кейін жеке алып алсаңыз ыңғайсыз болады. Ал жамбасында тұрған кезде ыңғайлы болады. Өстіп бөліп, асқанға ыңғайлап қоямыз. Тұздауға, асқанға. Өстіп жүрттеп бөліп қоямыз. Көрдіңіздер ғой. Самолет деп, мына екі жағына бола самолет деп айтылады енді бұл. Қазақ тілге бай ғой. Бұл бұзылған дайын түрі омыртқамыз. Ендігі кезекте бізде санымыз, құйрығымыз мінекей. Құйрықты қой, қазақи қой. Бұл жамбасты қалай істейміз? Бұл жамбастан бірінші шабын айырамыз. Айырам деп жатады ғой еркектер, жігіттер жағы көбіне. Айырам деген осыдан шыққан ғой. Деп ойлаймын мен өз ойым. Мына жерде астынан ұстасаңыздар, астыңғы жағында мінекей көрініп тұр ма? Қосылған жері жақынырақ алыңыз. Осы жер жақынырақ алыңыз. Мінекей көрсетіліп тұрған жер. Мына жігі, осы жікті ұстап, қолмен сипатсаңыздар да белгілі болады. Соның үстінен пышақ саламыз да, ақырын басып қаламыз. Ешқандай балтаның да, балғаның да керегі жоқ. Өстіп қолмен жіліктей бөлеміз. Мына ортасындағы құйымшағы мінекей мына жерге келеді. Қазір көрсетемін алдағы уақытта. Енді бұның құйрығын алып алайық. Бұны құйрықты әр жерде әр түрлі істейді. Кейбіреулер тура ортасынан бөліп алады, бір жағын көп кетіреді жамбасына. Егерде құйрықты көп ұнатпасаңыз, кесіп алуға болады. Жамбасқа бірақ құйрық міндетті түрде қалдыру керек. Өйткені сыйлы қонақ келсе, оған тартатын құйрық болу керек. Құйрықты, мінекей, мынау толық құйрық болса, бұның жарты бөлігін қалдырамыз да, жартысын кесіп аламыз.
Bismillah. Мінекей жартысын, мына жақ жартысын кесті. Енді келесі жартысын. Мына жерде не көріп тұрсыздар, мынау құйымшағы. Құйымшағын бөліп аламыз. Бұл құйрықпен кете берсе болады, ұшы жағы. Оның оқасы жоқ ешқандай. Мінекей бұл құйрығымыз. Көріп тұрғандардай. Енді келесі мынаны қалай бөлеміз? Мына жерде құйымшақ тұр. Құйымшақтың бір жақ жағын бөлеміз. Екінші жағын кесеміз. И және бөлеміз. Бұнан ашсаңыздар, өз жақ бөлінеді. Неге көріп тұрсыздар ғой, мынау жамбасының ұшы. Мынауымыз құйымшағымыз. Неге мынау жамбасымыз шықты. Жамбасымыз міне осындай болды. Бір жамбасымыз, екінші жамбасымыз міне. Екінші жағын кестік, және құйымшақтан ұстап, жамбасынан ұстап тартсақ болады. Ақырындап тартамыз, қатты тартсақ сындырып аламыз. Мінекей. Құйымшағы шықты. Бұл құйымшақты бұрын анау кішкентай кезінде аталарым бермейтін бұны. Неге десеңіз, тұштақай боласың, құйыршық секілді шыбжың-шыбжың етіп жүресің деп, бұны көп жастарға бермейді. Бұны үлкен кісілер жейді көбіне. Енді жамбас. Мінекей жамбасымыз дайын. Енді бисмилля деп жамбастан бастап жіліктеуді бастайық.